О, шаршап кеттік қой, кішкене ресурс таптық Алматбек. Кеттеген үйге барып видео түсіру керек әлі. Шаруа бастамасат. Кеттік. Қанша алмас таптың сен? 8 алмас. Менде де 8 алмас. Бірде алмас тапқан екенбіз ғой. Үйге керек кел. Алдындағы магазин жақсы болып қалыпты ғой. Клиенттер көп келіп отты. Кел осы жерде тұрып, кел ана сыртқа шығып видео бастап сияқты. 1, 2, 3. Всем ассалаумалейкум достар, сізбен бірге мен Райымбек. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен қасымда Алматбек, мен досым. Сәлем достар, сәлем Алматбек. Енді бүгін біздер ана магазинде қарап келіп кеттік. Алмаздарын салып келіп кел. Алмаз салып салсақ. Жетелдер тиіспей ме екен? Тиіспейді шығар. Бағана зомбимен қырылдық, ой. Қиын болып кетті ғой. Өміріміз қиын болып кетті. Кім ол? Енді магазинді дұрыстап істеп тастау керек енді. Оны жетел зомби айнып кеткен бе? Қойш. Кеттік. Кеттік магазинімізге барайық. Кішкене азық-түлік алып келейікші, үйде азық-түлік бар. Нан бітіп қалыпты. Кеттік. Сатып алсамыз ба? Біздің магазин ғой просто. Біздің магазин ғой. Бір зат алайық кеттік. Біз кеттік. Мына жолмен баршы кеттік. Жолмен барайық. Осы магазинде жазып қою керек еді, Давай жазып қояйық. Кейне. Түк ашық па екен? Ашық екен. Ассалаумағалейкум әбеке. Уағалейкум ассалам, қалайсыздар? Не аласыңдар, что-то ала берді. Смело. Жақсы әбеке, ала берген. 2 торт алшы. Алмат. 2 торт па? Қазір алып қойдым. Мен қазір 2 нан алайын. Алдым. 2 нан алдым. Неше торт алайын? 2 торт алдым. Жетпей ма? Кеттік. Әбеке, енді қанша болды бұл? Сендер төлемей қойыңдар ақшасын. Сендерге рахмет қайта осы магазин салып бергенде. Жақсы әбеке, кеттік онда. Алмат. Бүгін не істейміз бе? Грядкама жинап тастау керек еді. Кеттік, грядка алайық. Бірақ кенен жинайықшы оны. Өссін кішкене. Торт жеп алайық кеттік. Жетелердің өздері де жинай салады ғой. Жетелерді жинайды ғой, енді өздерінің грядкасы бар деген. Өзінің жұмыстары ғой. Әдеттегідей жұмыстары. Сен не алып келген едің дүкеннен? Дүкеннен ма? Мен 2 нан алдым. Міне бір торт жей берейін мен. Кел досым ма? 1 нан берейін. Қане беш. Қазір бөліп берейін ма? Қайда? Әне. Алдым. Торттар күшті болса біздің магазинше. Мен салып тастайыншы. Үйде тек тауық етінен басқа дым қалмапты. Нан дегендер алып тұру керек екен, 2 торт салайын. Мен үйді жинап Бұл бөлме не істесек болады енді достар? Мен үйді жинап тастайын. Үйді жинап тастайын. Көмектесейін бе? Жоқ. Үйдің алдын сыпырайын онда мен. Давай, мен де сыпырам. Болды. Керек емес. Дұрыстап сыпырып тастайын мен онда. Мен болды. Сыпырып болдым. Не істейміз? Бәрін пешті де тазалап қояйық, бүйтіп. Істейміз де? Есігімізде шам болып қалыпты ғой, кішкене. Біздер мэр болсақ күшті болатын еді. Ауылға бір мэр келді. Мэр келесі бөлімде келеді деп жатыр еді ғой. 1-2 күннен кейін енді келеді деп жатыр еді ғой мэр. Мэрдің үйі қайсы еді осы? Мэрдің үйі қайсы еді? Ол мэр әлі үй салмапты ол жаққа. Салады кейіннен келіп. Өзі салып ола ма? Мына жақтан сөйткенбіз ғой. Қашты жетеді. Жетелдер өздері жүр. Голем шығарайықшы. Мамаң тауым өрсін ба, не ол? Големдер шығарайықшы. Бара бер мамаң шақта. Мен бір голем шығарам. Мен де шығарып көмектейін ба? Бір голем шығаршы сенде болды. Жетелде кішкен көмегіміз болады. Жетелдер қорғайды дейсің ғой.
Галемге негізі зат керек еді ол. О, болды, бір голем шығардым. Екінші голем. Асқабақ қаяқта асқабақ? Асқабақ па? Земляда ғой. Таптым. Рахмет. Мына жерге келесі бөлімде больницама бір зат салып тастайық. Ой, больница керек емес шығар бізге. Сондай больница тұратын жер, өзімізге хаус салайық сосын. 2 голем жете ма? Иә, 2 голем. Қайқа барасың? Мына жақта айналып жүрмін ғой. Мына үй кімдікі еді? Ой, бұл үй бір адамнан қалған ғой, әйтеуір білмеймін. Осы ауылды сатып алған кезде, осы ауылға көшіп келген кезде білемін мен әйтеуір. Егесі айтқан. Көп ақша болса ше, осы деревняны сатып аламыз ба? Білмеймін, көреміз ғой. Сендіктен назар ештеңе жоқ. Или мэр Мэрден сұрап алатын шығармыз енді, мэр болайықшы біздер деп. Жоқ, бермейді жара бізге. Жетелдер өздері таңдайды ғой. Мэрдің өзі таңдайды ғой. Ертең бір жиналыс болады дейді ғой. Бірақ ол басқа ауылға бару керек қой ол үшін. Ауылдан таңдайды дейді ғой. Иә, кім мэр болады екен енді біз бұйырса енді. Ауылдың ішінен екен ше. Кеттік тағы шахтаға барып қайтайық па? Кеттік па? Жоқ, ол көп ресурс бар ғой. Шетелдермен амандасып қайтайық та кеттік. Достар, енді біздер келесі бөлім тезірек шықсын десеңіздер, көп лайк жинап кетіңіздер. Келесі бөлімде біздер полицияның тұратын жерін, яғни қалай айтатын еді, ана полициялардың жерін, полицейский жерді істейтін боламыз, иә? Келесі бөлімде. Содан кейін тағы көп лайк жиналса енді больница, хаус жасап істейміз, иә, Алмат? Енді Алматтың арнасында да тіркеліп қойыңыздар. Оның арнасының аты Алмат Майнкрафт. Бүкіл видеода айтып отырамыз, енді біздер өйтіп. Галим, қайқа кетіп барсың? Сол мына жақта жүргенмін ғой. Мен жетелдермен кішкене амандасып. Кеттік енді кузницаны осы бөлімде үлкейтеміз деп едік қой. Кеттік. Осы бөлімде үлкейтіп тастайық, Алмат, иә? Иә, Алмат? Екінші этап жасайық. Жақсы бүкіл сиятындай. Ой, мына жері бұзылып кетті ғой. Жет жеңістей саламыз ғой, жеңістей саламыз ғой. Қай жерден баспалдақ жасақ болады? Үйдің үстіне ма? Үйдің ішінен де баспалдақ жасай беремін, иә? Мынаны алып тастай берейік. Керек емес қой. Біз сол жерден баспалдақ жасаймыз, иә? Дәл осындай саламыз ба, или басқашалау қылып саламыз ба? Басқашалау қылып салайық. Қайсына? Осы үйде. Жерге саламыз, ипотамна жерге саламыз. Так, осы жерге салсақ, мына жерге саламыз. Так, енді осы бөлімде осы кузницаны ұйықтап кетейікші. Ой, әлі ұйықтайтын уақыт келген жоқ қой. Сағат қанша болды, қарап жіберші. Қазір мен опять үйден қарап кетейін. Жетел біздің үйге ұйықтап қалған ғой. Ұйықтай берсін. Сағат 8 болып қалыпты ғой. Қой, 8-ден асқан шығар. Жетел тұрғызу керек сияқты, үйіне жетпей ма? Жоқ, жата берсін ол жақта. Біздер түнімен жұмыс істеу керек. Мен де жұмыс істеу керек. Қай жерде ағашпен салайық па үстін? Ағашпен салайық па? Иә. Ондай ма? Дәл сондай үй салсақ, осындай кузница, дәл сол кузница. Бүйтіп бастайын ба енді? Ау? Өстіп бастасам бола ма? Мен шақырып қалған екен енді. Айбетпеңіздер енді қазір келетін болады. Қай жерінде жасасам болады? Енді қазір Алматбекке айтып ұйықтайтын боламыз. Алматбек, енді біздер ұйықтап алайық кеттік. Жоқ, әлде ұйықтамай қояйық. Түнімен жұмыс істейік. Қазір Алмат барып келесің ба? Қазір күте тұрыңыздар, достар.
Енді мына жерден бүйтіп саламыз. Уже түсіріп жатқаныма да 10 минут болып қапты. Енді дегенде білмеймін, енді көп минутқа соза берейін, енді кішкене сіздер көрсін дегендей ғой, біздің ауылды дегендей. Алматбек, мен түсіріп жатқаныма да 10 минуттай болып қапты. Иә. Енді видеоны аяқтаймыз ба енді? Видеоны мына алып түсе берейік. Мына жерге балкон салайық та. Енді қай жерге болса салсақ болады? Давай мына жерге салайық. Мына жерге. Мен істеп жатқан мына жерге. Давай ма? Мына жерге. Осы жерге салайық, осы жерге. Осы жерге ма? Иә, балкон салайық. Мына жаққа салсай. Иә, осы жаққа қарап тұратында, иә. Сен қалған жақтардың бәрін жауып та, тек қара, Алматбек бүйтіп мына жағына тереза салып қоя, Алматбек. Енді мына жағына есік салып, ары қарай забор, анау істеп тастаймыз, иә? Иә. Енді осы бөлімде кузницаны аяқтаймыз деген ойдамыз. Не дегенмен қолымыздан келеді. Енді үстін алып тастау керек қой. Үстін булыжникпен жауамыз ғой. Булыжник? Анау қалай ұйықтап отыр, мынау? Қайсы? Қалай ұйықтап отыр? Мынаған қара қалай ұйықтап отыр мынау? Бак шығар мүмкін. Жоқ қой мына. Білмеймін, менде бар әйтеуір. Бак болуы мүмкін, болмауы да мүмкін. Енді ақаулар ғой сондай. Есік қалай қойып кетті менде. Енді олайынша кешеніздер. Жоғары жағына булыжник істейміз ғой. Алмат, енді келесі бөлімде жалғастыратын сияқтымыз қалғанын. Бітіріп сөйлейік. Ішіне келесі бөлімде болады. Ішін келесі бөлімде істейміз ба? Иә. Осындай үлкенде жете ма? Алматбек, қараш. Жоқ, кішкене не ақтарын істесей. Все жететін сияқты. Түн болса да. Крышасын жабайық ұстайын, болды. Сонымен видеоны аяқтайтын боламыз. Тегіл соғып жасайық. Алып тастаған. Болды. Мен балкон істеп болдым. Крышасын келесі Енді бөлімде. біздің ауыл деген енді кішкене дамып жатыр. Дүкен салдық. Кузницамызды, үйімізді үлкейтіп жатырық та. Жоқ, олай істеме. Сразу булыжник істей саламыз ғой үстіне. Булыжник істейміз ба? Булыжник істей саламыз ғой. Алып тастай берме. Почему булыжник? Енді ауылда бәрі сондай ғой, булыжникпен істелінген үшін ғой. Сіздер үшін енді 15 минутқа созайық енді кішкене, иә? 14 минутта болады ғой. 14 минуттай болады ғой бірақ. Бүйтіп үлкендігін мынандай кузница сияқты булыжникпен салайын деп отырсыз ба? Иә. Мына ішін жауып тастайын ба бүйтіп? Иә, жауып. Қалған заттарын, ішіндегі заттарды артын былай қарай қаша тұрыңызшы. Қаша тұршы енді Алмат. Ой, қателік кетіп қалды. Терезе сал. Алматбек, кел видеоны аяқтап тастайық. Жоқ, сен жіберейік та. Жоқ, кел. Видеоны аяқтап тастайық бірлеп. Жоқ, үстін істеп тастайық бәлде. Істеп тастайық. Жарайды. Істеп тастайық. Иә. Көрермендер үшін ғой енді. Қалған заттарын келесі видеода қалған заттарын ішін бүкіл істейтін боламыз. Тезірек істеп тастайық. Уже болды. Кел видеоны аяқтап тастайық. Кел Алматбек. Қайдасың? Мен тұрмын.
Сіздермен болған мен Райымбек, менің қасымда бұл менімен бірге көмектесіп, менімен бірге видеоға түскен Алматбек. Сау болыңыздар. Достар.